программасының жұмыс алаңындағы инструменттермен таныстыратын боламын. Ол үшін мынау белгілеу, өшіргіш қандай да бір элементті фигураны салған кезде кетіру үшін арналған, және линия түзу сызық сызуға және қолмен каналашпен салуымызға болады. Одан кейін доға, әртүрлі доғалардың түрлері бар, 2 точкамен және 3 нүктемен сектор арқылы салуымызға болады. Прямоугольник, яғни тік төртбұрыш және бұрылған тік төртбұрыш, дөңгелек және көкбұрыш салуымызға болады. Сонымен қатар біз салған элементімізді, яғни сығуға және оны үлкейтуімізге, созуымызға болады. Сонымен қатар переместеп, яғни салған элементті бір орыннан екінші орынға қозғауымызға, повернуть, яғни бұруымызға элементті кез келген бағытқа, яғни оңға және солға бұруымызға болады. Және сол элементімізді үлкейтуге болады. Элементтің қасына текст жазуымызға және элементке, яғни фигурамызды бояуымызға болады заливка арқылы. Одан кейін вращение, яғни біздің элементімізді оңнан, солынан және алдыңғы артқы бөлігіне, үстіңгі және төменгі бөлігінен көруімізге болады, үлкейтуімізге болады, және масштабирование, яғни алған элементімізді үлкейтіп те қарауымызға болады. Осылай біз неше түрлі инструменттерді пайдалана отырып жұмыс жасайтын боламыз. Қазіргі біздің сабақта, яғни баспалдақ салу. Ол үшін бізге тік төртбұрыш қажет болады. Тік төртбұрышты таңдап аламын. Дәл осылай саламын. Сіздердің көздеріңізше тік төртбұрышты. Одан кейін, яғни сығу және созу батырмасын басу арқылы мен тік төртбұрышты жоғары көтергенде осылай пайда болады. Екінші үстіне тік төртбұрышты саламын. Одан кейін қайтадан созу батырмасын басу арқылы жоғары көтеремін. Үшінші тік төртбұрышты саламын. Одан кейін созу батырмасы арқылы жоғары көтеретін боламын. Сіздердің көз алдарыңызда менің баспалдағым дайын болды. Олай болса материалы бөліміне барамыз. Материалы, оның ішінде әртүрлі материалдардың түрлері бар. Бада, дерево, камень, маған кирпичтен мысал жасауға да болады. Өзіме ұнаған бір түсін таңдайсыздар. Өздеріңіздің мысалымен мына түрін таңдап, заливка арқылы үстіне басатын болса, менің баспалдақтарым дәл осы кирпич түске боялып шығады, яғни кирпич материалдан жасалған болып шығады. Енді жаңа вращение айттым сіздерге, оңнан, солынан, жоғары және қапталдан қарауға. Осылай мен салған баспалдағымды қарасам болады. Артқы бөлігін бояуымызға болады. Келесі қапталын қараймыз, себебі келесі қаптал бізде боялған жоқ. Кішірейту арқылы кішірейтіп аламыз да бояймыз. Одан кейін үстіңгі бөлігіне және төменгі бөлігіне қарайықта дәл осылай бояйық. Енді көрсетіп өтейін сіздерге. Көрсеткенде міне қапталынан, артынан, үстіңгі бетіне және астыңғы бетінен де біз жұмысымызды көре алып отырмыз. Менің осылай баспалдағым дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріп, маған тексертсеңіздер болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.